Естідіңіздер ме? Алып шұңқыр пайда болыпты. Қай жақта? Ливерпульде өткендегі Ситиге қарсы ойында. Жер опырылып, қойықтан алып шұңқыр пайда болды. Инва, литтерге толы лазаретті Инва, чемпиондыққа таласта аянсын ба? Дегенек, бірақ Алисон бар. Матчтан соң клуб Алисонның ойынына себеп тапты. Айтуынша, қақпашының ойында аяғы жаурап қалыпты. Аяғым! Бәсе, біздің елде неге нормальный қақпашы жоқ десем, бәрінің аяғы тоңып жүр екен ғой. Ал салмақтырақ болса, қақпашылар үшін аяқтан да маңызды қол бар емес пе? Дзюбаның өзі қолын қолданады, қақпашы болмаса да. Қиын болса, қолыңды іске қос. Допты тебем деп татақ теуіп кетті. Алисон емес, керісінше Эдерсонның аяғы жаурау тиіс еді. Егер расымен жаураса, Ливерпуль айбалаңда қарбалас болды ғой. Қарбалас. Аяқ тоңатын уақыт жоқ. Өрт болып жатыр, өрт. Аяғың жанбаса жаурай қоймайды ау. Клоп, мұндай отмазка керек емес. Дұрысы Ливерпульдің бүкіл ойыншысы тоңып қалды дей сал. Алисон Беккер бұл ойындағы ең төменгі балға ие. Сенбейсіз бе? Ендеше дәлел міне. Ман Сити бұл ойында негізгі қарсыластарын 4-1 жеңді. Және қызылдарды Энфилдте 2003 жылдың мамырынан бері алғаш рет тізерлетті. Яғни 13 матчқа созылған жеңіссіз серияны тоқтатты. Ал Ливерпуль АПЛ аясында Энфилдте сонау 2009 жылғы Аршавиннің покерінен кейін алғаш рет өз қақпасына бір матчта 4 гол өткізіп алды. Шава, сен аңызсың. АПЛда Энфилдте Гвардиоланың Ман Сити 4 пенальтидің тек біреуін ғана соққан. Кешеде 11 метрден мүлт кетті. Бұл жолы Гюндоган. Оған не болған? Себебі Ман Ситиде пенальтиден гол соға алмау күні туған. Эдерсон, өзің тебесің ау. Пептің тұсында Ман Сити үшін пенальтиден гөрі ойыннан гол соғу оңайырақ. Дегенмен Гюндоганның осы маусымда қарқыны өте тамаша. АПЛдың соңғы 6 матчында 6 гол соғып, бір нәтижелі пас шығарған. Ал жалпы өз мансабында Илкай алғаш рет бүкіл турнирді қоса есептегенде бір маусымда 10-нан артық гол соғуда. Және Гюндоган! Кездесудегі тағы бір қызықты көрініс. Стандарт кезінде Рубен Диаш Зинченконың мамасы төп берген басын сүйреп, жылжытып туралады. Командадағы ең қажеті аз ойыншы деп қауіпті жерге соны қоя салған шығар. Доп десе мамалатып жіберетін жерге. Бірақ цифрлар мүлдем басқаша сөйлейді. Зинченко Ман Сити тарихындағы жеңістердің пайыздық көрсеткіші ең жоғары ойыншы. 86,75. Что малыш не ожидал? Дальше будет круче. Ливерпуль ойында жалғыз гол соқты. Оның өзі пенальтиден. Салах өз алып беріп өзі орындады. Ал сіздің ойыңызша, мына сәтте пенальти болды ма? Матчтағы қақырмандардың бірі, ол Фил Фоден. Осыдан бірнеше жыл бұрын клубта болбой болып жүрген балақай. Енді алаңда өзгелерді ойбой қылып жүр. Махатсы бұшсыны. Ойбой. Сити осы жеңісінен соң дәл қазіргі сәтте кестеде көштің басында. Екінші орындағы Эмюдан 5 ұпайға алды. Еще бір ойынға кем. Ал Ливерпуль 4-ші сатыда. Ситиден 10 ұпайға қалық. Жанкүйерлері мұңаймаңдар, әлі уақыт бар. Тек қорғанысты реттеу қажет. Сосын молдағы оқыласыңдар ма, бір нәрсе істеңдер. Әйтпесе сол Кариустан кейін қақпашылардың ойындары сендерде қайтыс болып кеткен. 30 жыл күттіңдер ғой, енді тағы да күтіңдер 29 жыл жарым. Өтеді де кетеді. Чемпион боласыңдар. Бақытың маған бәрі де бекер. Ювентус Италия кубогының финалында. Интерге қарсы Туриндегі жартылай финалдың екінші матчында есеп ашылмады. Миландағы 2-1 есебі Пирло командасын ақтық сынға алып шыға алды. Сіз тұрсыңдар ма есті? Роналдудың кезекті трофейін ешіп тұрған сияқты, Бір қызығы, Ромелу Лукаку мансабында Ювеге қарсы 5 ойын өткізіп, 5-еуінде де гол соға алмаған. Эмю сапында да жүргенде де. Кротоне сюда! Осылайша Ювентус соңғы 7 маусымда 6-шы рет Италия кубогының финалына шығып отыр. Клубтық әлем чемпионатында Бавария финалға шықты. Жартылай финалда олар мысырлық Аль-Ахлиді Левандовскийдің дублі арқылы жеңді. Тиісінше Лева матчтың үздік ойыншысы атанды. Ал Бавария финалда мексикалық Тигреспен күш сынамақ. Барсаның кезекті сұмдық камбегі. Барса жанкүйерлері көп жағдайда матчты соңына дейін көрмейді дейді, телевизорды өшіріп тастап. Бірақ ертеңде тұрып счетты көріп, матчты көрмегенне қатты көттер ашиды дейді. Сондай жайт тағы да қайталанды. Бұл жолы Бетисті сырт алаңда 3-2 мен жеңіп кетті. Матчтағы шешуші голдың авторы Тринкауа өзінің Барса үшін дебюттік голын да соқты. Осыдан соң бір гол соққаннан кейін 250 мың еуро тұратын Lamborghini Huracan Evo сатып алды дейді. Екінші голын соқса Bugatti сатып алатын шығар. Күтеміз. Это невозможно.
Монаконың ресейлік жартылай қорғаушысы Александр Головин Лига 1-де немге қарсы кездесуде хет-трик жасап, 2021 жылды өте тамаша бастады. Маусымдағы голдар саны 4-еу. Қаңтарда Лорианға соққан еді. Ал жалпы Головин Еуропаның топ 5 чемпионатында 2009 жылдан бері алғаш рет хет-трик жасаған алғашқы ресейлік. Ал оған дейін Еуропаның топ 5 чемпионатында қай ресейлік хет-трик жасаған? Бұл сұраққа жауапты пікірге қалдырыңыз. Кел бері, қолыңды созмаған еңбектен тербеле, билесін өзгелер бұл битпен сөз берем, ақталат маңдай тетерлеткен еңбектеп. Кел бері, қолыңды созмаған еңбектен тербеле, билесін өзгелер бұл битпен сөз берем,